назар аударыңыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Атағы барларға қосымша ақы төленеді. Бұл туралы Әділет министрі Азамат Исқараевтың төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссия отырысында айтылды деп хабарлайды Азаттық рухы Қазақпаратқа сілтеме жасап. Ғылым және жоғарғы білім министрлігі ғылым комитетінің төрағасы Дархан Ахмет Закидің айтуынша, ғылым кандидаты қазіргі уақытта ғылыми дәрежесі үшін 17 аек алса, енді ол 25 аекке дейін көтеріледі. Сондай-ақ қауымдастырылған профессор атағы қосылады. Егер оның профессор ғылымы атағы болса, бұл көрсеткіш 50 аекке дейін өседі. Яғни бұрын ғылым атағы үшін төленбейтін, ал қазір осы бастама аясында парламент заң шығарған соң қосымша ақы төлеу мүмкіндігі болады. Құрметті көрермендер, осы хабарды көптеген достарыңызға жіберіп, астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.